Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің қуанышыммен бөліскім келіп тұр. Ол қандай қуаныш десеңіздер, бүгін менің каналымда 2000 тіркелушіден асты, және сіздерге алғыс айтқым келеді. Осылай атсалысып, менің каналыма тіркеліп, менің әрбір шығарған видеоларымды көріп, комментарий жазып, ыстық лебіз білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен әріде қарай мен өзімнің гүлге деген сүйіспеншілігімді, оған деген ыстық ықыласымды барлығын сіздермен бөлісіп отырамын деп ойлаймын. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында осындай дәрежеге жетті менің каналым. Және сіздерге алғысым өте шексіз, рахмет сіздерге. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызда осы әдемі гүлдер секілді гүлдей жайнап, құлпырып, бақыт пен шаттыққа толы болуын Аллам нәсіп етсін. Сіздер де осындай гүлдерді жақсы көріп, гүлге құмарлықтарыңызды сездіртіп жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Және әрбір менің каналыма тіркелуші достарым, шынайы өмірде болмаса да, интернет арқылы болса да, сіздер менің достарым, сіздерді достарым деп санаймын. Сол себепті әрбір тіркелуші достарым осы гүлді жақсы көріп, гүлге деген әсемдікке, әдемілікке деген құштарлықтарын білдіріп, тіркеліп жатыр деп ойлаймын. Сол себепті бүгін мен сіздерге алғыс айтып, видео салайын дедім. Менде тағы да бір қуаныш. Ол YouTube компаниясы маған құттықтау хатын жолдады. Мен үшін өте құрмет, бар қуанышыммен бөлісейін дедім. Әрине мен өте қатты толқып тұрмын. Осы қуанышқа орай мен өзіме осындай сыйлық жасадым. Әрине бұл бөлме гүлі, үй гүлдері емес, бірақ мен кеше гүл сататын базарға барғанмын. Сол кезде осы дала гүлдерін көріп, осының қасынан өтіп кете алмадым. Өте әдемі, түрлі түсті, қызылды, жасылды болып, көздің жауын алып тұрды. Сол себепті қасынан өтіп кете алмадым. Осы гүлдерді мен сатып алып, әрине мен далаға екпеймін. Сол себепті осындай үлкен көрсеңіздер, үлкен горшоктарға егіп отырғызып далаға қойдым. Бұл енді егілген түрі осы. Одан әрі жайқалып, өсіп, горшоктың бәрін толтырып, гүлмен әсемденетін болады. Бұл композиция жасап, көрсеңіздер, букет секілді болсын деп осындай композиция жасап отырғыздым. Бұл петуния гүлдері. Петуния гүлінің түрлі түстісін алдым. Және ортасына үлкен ромашка. Бұл ромашка көп жылдық гүл, 2 жылдық гүлдеді. Және мына гүлдің атын ұмытып тұрмын. Маған сатушы айтқан болатын, бірақ ұмытып қалдым. Мен дала гүлдері туралы қатты білемін деп айта алмаймын. Сол себепті, егер білсеңіздер, комментарийға қалдырыңыздар. Менің каналымның тіркелушілері 2000-нан асты деп айттым. Тіркелушілер санының құрметіне орай мен сіздерге бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Ұсыныс емес, өтініш. Егер сіздерге менің істеген істерім, жүргізген каналым ұнаса, онда 2000-нан асып тұр, мен көп демеймін, бір 500-600 лайк жинасақ деп сіздерден сұранамын. Ол сіздердің мені құттықтауларыңыз деп қабылдайтын боламын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, менің әрбір шығарған видеомды көріп отыруларыңызды сұраймын. Және де тағы да бір ұйымдастырайық, кімге қандай гүл ұнайды. Сол туралы комментария қалдырсаңыздар. Гүлдің атын және қалай күту керек екенін. Сіздерге үлкен рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.